бірге Али KZ. Бүгін біздер Майнкрафттан выживание ойнайтын боламыз. Я достар, мен әрине ютубқа жаңадан келдім. Лайк басып арна тіркеп қолдап кетіңіздер. Бұл выживание 10 шақты бөлімге дейін баруы мүмкін. Ал ендеше біз кеттік. Так, достар, біз бірінші ағаш шабудан бастаймыз. Осылай. Өстіп ағашты до конца жинайтын боламыз. Так, енді ағаштарды барып мына жерге отып алайын. И бізге керек верстак и палка керек. Сосын верстакты осы жерге қоямыз. Киркар сайымыз. И жердің түбіне прямо өтсеміз ғой. Так, достар, кешіріңіздер. Экранға бір бәлеш кетті. Сол рекламасын кетірейін дегем. Достар, мен видеоны қазір ташинап болғаннан кейін бастайтын боламын. Так, достар, мен 40 штук ағаш тас жинадым. Енді осыда жетіп қалар деген ойдам. Күрек, балта, қылыш, лопата жасап алайық. Енді осы бөлімде может қазір үй салып қалатын шығармын. Егер де видео ұзаққа кетпесе. Лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Так, бізге қой керек болады төсек сағанға. И мына жерде үй салуға кең жер бар екен. Осы жерлерде үй салып дамитын шығармыз. Так. Енді мына жақта тағы да қой бар екен. Мен қойлардан тез жүндерін алып алайын өлтіріп. Так, сосын мына жерде ағаш деген өте аз екен. Маған көптеген ағаштар керек үй соққанға. Так, достар, мен деген осы жерден ағаштар жинап алайын. Достар, мен тағы да паузаға кетемін. Ағаш жинап болған соң видеоны бастайтын боламын. Так, достар, ағаш жинап болдым. 45 ағаш. И мен қазір өзіме бір уақытша кішкентай үй соғып алатын боламын. Так, қойларды өлтіріп алайық. Келесі бөлімдерде уже шахтаға түсе бастайтын шығармыз. Так, енді қазір мен аларды жасап алайын. Қарапайым 4 бөлмелі кішкентай үйде тұратын боламыз. Так, мен верстагымды алып алайын, достар. Вот міне, осы жерге төсегін қойып қояйын. И сосын 2 сундық, бір печка жасап қояйын. Кеште батып келе жатыр. Кеште батып келе жатыр. Үйімізді осы жерге тақап баса беретін боламыз. Так, кеттік ал. Кішігірім үй болады, қаттау керек емес. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я, достар, 8-де 8 үйде, блокты үйде тұратын боламыз. Мына шетте қисық кет қапты. Жарайды, ұйықтап алайық, қазір түзейтін боламыз. Да, ұйықтап болдық. Енді мына жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз.
Ал сіздер болсаңыздар құр отпай арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып отырыңыздар. Сіздердің әрбір лайк басқандарыңыз маған үлкен мотивация болып келеді. Так. Ой. Өстіп полдарын жасап алатын боламыз. Так, достар, полын төсеп болдым енді. Видео қысқа болады деген ойдам. Қысқартып жасатырмын, әде сіздерге қызықсыз болып кете ма деп. 2, 3, 4. Биіктігі 4 болады. Ал чатырын жапқан кезде ішіндегі биіктігі 3 блоктан ғана болады. Так. 1, 2, 3, 4. Так, мен жана етімді сақ қойған едім. Пісіпті, жеп алайық. Азап енді ойын қатады. Менің телефоным слабый. Барынша сіздерге жақсы видео шығаруға тырысатын боламын. Так, үйдің алдыңғысына терезе болмайды. Осылай соға беретін боламыз. Міне, екі есігі болады, кішкентай болса да. Достар, екі есік болады. Так, достар, паузаға кеткенім үшін кешірім сұраймын. Арт жақта шу болып кетті. Қайта видеоны паузаға қойып үлгердім. Так, осыдан былай, осындай терезе болады. Мынаны сындырып тастаймыз. Достар, мен ағашымда бітейін деді. Мен ровно шығама деп ойлап едім. Қазір кішкене бір ағаш шауып алатын боламыз. Так, осылай. Оп. Өсіп үйімізді до конца бітіретін боламыз. Ал енді менде ағаш бітті. Ағаш жинақпен соң бастайтын боламын. Так, достар, мен деген ағаш жинап келе жатырмын. Үйді ары қарай жалғастыруға. Комментке жазып кетіңіздер, ойынның звугы қатты шығып жатыр ма, әлде менің дауысым қатты шығып жатыр ма? Екеуін бірдей қылуға тырысатын боламын. Так, мына жерге шөп өсіп кетіпті, сындыра салайын. Так. Ағаштарымды жасап алайын. Кішкене дегенде енді бір стак. Қанша деген үй салуға керек қой. Так, мен терезесін осындай қылады екенмін. Өйткені сырттан қараған кезде жараспай қалады. Бұл кішкентай қарапайым үй болса да әдемі болсын деп жасап қойып жатырмын. Ал арт жағына кететін болсақ, вообще терезе болмайды. Так. Плюсикпен ойнау қиын екен. Келесі видеоны домалақпен ойнайтын боламын. Мен негізі домалаққа үйрен қалғанмын. Домалақпен үйді тез сала аламын. Ал мынаумен қиындау екен. Осылай бір блоктар шығып кетіп, қателіктер кетіп жатса, кешірім сұраймын. Келесіде осы домалақпен сала беретін боламын. Болмаса, қазір бастай берейінші, паузаға кетейін мен. Так, достар, міне домалақпен домалақты қостым. Плюсикті алып тастадым. Енді маған кішкене оңайырақ болады үйді тез салуға. Мен әрине соткамен түсіріп жатырмын. Өздеріңізде көріп біліп тұрсыздар. Так, енді есік жасайтын боламын. Есік, міне, саты баспалдақ кіреберіске жасап қояйық. Бұл қарапайым 4 бұрышты үй, кішкентай бір адамға арналған десек те болады. 2 адамда тұра береді. Осындай міне үй болып шықты. Түріне қарасаңыздар бір түрлі.
Так, жаңбыр да жауып кетті. Жауса жауа берсін. Так, телефонда қатырмаса болды ең бастысы. Так, мына жерге еге салайын. И мыналарды ішке кіргізетін боламын. Так. Осылай. И мынаны киркамен. Ал мынаны таспен. Достар, мен сөйлеген кезде қателік кетіп, дұрыс сөйлемей қуып жатсам, кешірім сұраймын енді. Өзім бүйтіп сөйлеп видео түсірмеген адаммын. Мен алғаш келіп отырмын. И мына жер қараңғылау екен, бұл жаққа жарық орнату қажет. Мен қазір бұны орнататын боламын. Мынаны осы жерге и мынаны мына жерге қоятын боламын. Кеште батты. Жоқ, бірақ әлі түн батпапты. Енді артық заттар мына ішіне салып тастайын, керек еместерді. Мына ағаштар керек. Қазір мына тамақтарды уақытша сала тұрайын ішіне. Ал керек емес. Мыналар қойсын қалтада. Керек болады. Ойнау қалқапты, кешірім сұрайын. И печкаға факел сағынға көмір қайнатып алайық. Вот, достар, мен шейдермен ойнап жатырмын. Далада қараңыздар, жаңбыр деген жауып жатыр. Мобтар қаптаған шығар, зомбилер. Так, бірінші көмір дайын. И қазір мен палка жасауды ұмытып кетіппін. Сундукта бар шығар, бар екен. Так. И осыны осылай мына қоямыз. И мына и сосын мына. Так, мынаның төбесіне қоясай. Достар, мен қазір кішкене құм жинап келейін, сол кезде бастайтын боламын. Ал қазірше ұйықтап алайық. И ұйықтан тұрған соң уже паузаға кете беретін боламын. Все. Так, достар, міне құмдарды алып келдім. Мына порқықты жаңа криперден өлтіріп алдым. Қазір мен кішкене үй әдемі болсын деп освещение қосып жіберетін боламын. Так, енді верстаққа кірейін. И мынадан 32 тал шығарып алайын. Общий шығарып алайын. Артық қалса артық қала береді, соны жата береді. Кейін дамып жатсақ үлкен үй саламыз, и соған керек болады. Ой. Мынаны сындырып тастаймыз. И мынаны осылайынан терісінен жасайтын боламын. Өзгеше болып тұра берсін. Осылайынан доп-домалақ қып жасайтын боламын. Так, осылай, и нашетін осылай, осылай, и осылай. Өсіп жасай беретін боламыз. Мына жерде қате кет қалды, кешірім сұрайын. Так. Төйді алқапты ғой, кешірім сұрайын. Осылай, и осылай. Мына жаққа кішкене ағаштар жетпей қалды қазір. Печкадан аласайын кішкенесін. О, как раз қалыпты. Бірақ сонда да жетпейді. Так, печкамыз өшті. И верстаққа кірейікті. Адан 4 ғана шығады. Ой-о, достар. И нашеттен осылай, и осылай. Так. Достар, кешірім сұрайын. Телефонға сообщение келіп қалды. Бірақ сіздерге көрінбейді деп ойлаймын енді. Жақын маңайда ағаш болған жақсы болды. Арт жағынан қарасаңыз бір нуптарский үй болды. Енді үйіміз басынан нуптарский болды, и одан кейін жақсы үй салатын боламыз. Так. И сосын маған кіреміз да. Мынадан 8 тауысай салайық. Жаңа 32 баспалдық артылып қалама деуін артылмады. И вот.
осындай үй болып шықты. Мыналар басайық. Келесі бөлімде шахта или шаруашылық істейтін боламын. Егін шаруашылығы, иә, егін шаруашылық. Міне достар, осындай үй болып шықты. Так, сіздермен болған мен Али KZ, аман сау болыңыздар.